Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі 20 сабақтың тақырыбы дауыссыз дыбыстардың түрлері. Сабақтың мақсаты дауыссыз дыбыс түрлерін ажыратуды үйренемін. 5-ші жаттығу, мәтінді түсініп оқы. Гүлім мен Гүлсім. Бүгін анамыздың туған күні. Жұмыстан келгенше сыйлық әзірлейік, деді Гүлім. Дұрыс айтасың, бірақ әркім өздігінше дайындалсын, деді Гүлсім. Келістік. Гүлім ауладан бақпақпен раушан гүлін теріп, қоңыр құмыраға салды. Ал Гүлсім түрлі түсті қағаздан гүл жасап, сары құмыраға жиды. Әдемі болды. Анасы келгенде екі қыз сыйлықтарын алып, алдынан жүгіріп шықты. Таласып қалды. Мен үлкенмін, сондықтан мен бірінші беруім керек, деді Гүлім. Жоқ, мен үйдің кішісімін, сол себепті мен бірінші беруім керек, деді Гүлсім. Екеуің де бірге сыйлаңдар, алтындарым. Өйткені бірлік түбі береке, ниеттеріңе рахмет, деп анасы беттеріне сүйді. Бұртиып қалып тұрған екі қыз жібіп, анасын туған күнімен құттықтады. Анасының сөзі қыздарына қалай әсер етті? Анасының сөзінен кейін екі қыз қуанып, анасына сыйлықтарын тартып етті, туған күнімен құттықтады. Демек, анасының сөзі қыздарына оң әсер етті. Қарамен жазылған сөйлемдегі сөздерді дауысты және дауыссыз дыбыстарға ажырат. Бізде қарамен жазылған сөйлем: Гүлім ауладан бақпақ пен раушан гүлін теріп, қоңыр құмыраға салды. Мен дауысты дыбыстарды қызыл түспен, дауыссыз дыбыстарды көк түспен белгілеп қойдым. Демек, Г дауыссыз, Ү дауысты, Л дауыссыз, Э дауысты, М дауыссыз дыбыс деген секілді. Осыған қарап өздеріңіз ажыратсаңыздар да болады. 6-ші жаттығу, өлеңді көшіріп жаз. Не ыстық? Аспанда күн ыстық, ал жерде кім ыстық? Әкем мен шешеміз бәрінен тыныштық деген сөз тымыстық. Аспанда күн ыстық деген сөйлемге дыбыстық талдау жаса. Аспанда 3 буын, 7 әріп, 7 дыбыстан тұрады. А дауысты жуан, С дауыссыз қатаң, П дауыссыз қатаң, А дауысты жуан, Н дауыссыз үнді, Д ұяң дауыссыз, А жуан дауысты дыбыс. Күн бір буынды сөз, 3 әріптен, 3 дыбыстан тұрады. К дауыссыз қатаң дыбыс, Ү дауысты жіңішке дыбыс, Н дауыссыз үнді. Ыстық 2 буын, 5 әріп, 5 дыбыстан тұрады. А дауысты жуан, С дауыссыз қатаң, Т дауыссыз қатаң, А дауысты жуан, Қ дауыссыз қатаң дыбыс. 7-ші жаттығуға назар аударайық. Жұмбақ өлеңді оқып шешуін тап. Түп нұсқасы: халық аты 2 шеткі әріпін қысқартса, қазақтың қарты. Жұмбақтың шешуі: ата. Қарт сөзіне мәнде сөздерді тауып, сөйлем құрап жаз дейді. Мынандай сөйлем құрастырайық. Мен үнемі үлкен қариялардың әңгімелерін тыңдап, қолдарына су құйып, баталарын аламын. Баталарын алып жүремін. Бұл жерде қарт сөзіне мәнде сөз қария. Келесі жаттығу, шығармашылық үзіліс. 8-ші жаттығу, тор көздерде жасырынған туыстық атауларды тауып жаз. Өзің қалаған бір сөзге дыбыстық талдау жаса. Бұл жерде қарындас, іні, әпке, ата, шөбере, ана, аға, әже, немере, сіңілі, әке деген сөздер кездеседі. Енді біз осы жерден бір сөзді алып, дыбыстық талдау жасауымыз керек. Мен сіңілі деген сөзді алдым. Сіңілі деген сөз 2 буынды сөз. Сің бүте буынды, Л ашық буынды сөз. С дауыссыз қатаң дыбыс, Э дауысты жіңішке дыбыс, Ң дауысты үнді дыбыс, Л дауыссыз үнді, Э дауысты жіңішке дыбыс. Осымен біздің 20 сабағымыз аяқталды. Егер сабақ сіздерге пайдалы болған болса, міндетті түрде арнама жазылып, лайк басып, төменге пікір қалдыра кетуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.